Тоғызыншы есеп. X'ye bölüntüde ya. Şunu arkadaş kudette bırak integralını çıkaralım. Мындай болады ғой. Былайша айтқанда Каши есебі. Мынау дифференциалдық теңдеудің дербес шешімін табуымыз керек. Бірінші шешуі. Ең бірінші істейтін нәрсе ол дифференциалдық теңдеудің түрін не істеу керек, анықтау керек. Былай істесек қазір теңдіктің екі жағын x-қа бөлсек, біріншіден y штрих тең y бөлінген x. Логарифмнің қасиетін пайдаланып, мынаны ln y бөлінген x деп жазуға болады, иә? Бұл қандай дифференциалдық теңдеу? Бір текті. Тура осылай жазамыз. Түсінікті оя шешуі, керекті түрлендірулерді орындап болғаннан кейін барып, есептің түрі көрінеді. Қандай екені сол есептің түрін не істейміз, жазамыз. Бұл бір текті дифференциалдық теңдеу. Енді бір текті дифференциалдық теңдеуді шешу үшін не істейміз? Y бөлінген x-ті O деп белгілейміз ғой. Бұдан y тең o көбейтілген x. Y штрих неге тең болады? O штрих x плюс o. Орнына апарып қойсақ, o штрих x плюс o тең o көбейтілген ln o болады. Бізде бұл қандай теңдеу? Ja, былайша жазу керек емес, былайша бүйтіп қарап отырсыңдар. Айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеу, дұрыс айтасың. DO бөлінген DX көбейтілген X тең O-ды мына жаққа өткіземіз. Жақшаның сыртына бірден шығарып жіберейік, дұрыс айтасың. ln O минус 1. Енді X бар өрнектерді DX-дің тұсына, Y бар өрнектерді O бар өрнектерді DO-ның тұсына апарып қоямыз. Сонда бізде DO бөлінген O көбейтілген ln O минус 1, мынаны жақшаға былай аламыз, е? Тең DX бөлінген X. Осындай болды ғой? Енді осы жерде не істейміз? Интегралдаймыз екі жағын. Мынау интеграл неге тең екен бірден айтуға болады, ln X плюс C. Немесе ln X плюс ln C болып шығады. Бізге мынау интеграл табылса қиындық туғызуы мүмкін. Соны бөлек бірінші не істеп алайық, шығара алайық. Дұрыс айтасың. DO бөлінген O көбейтілген жақшаның ішінде ln O минус 1. Не алдайсың? So ln O минус 1-ді ln O деп жазса болмайды ма? ln O бөлінген Жоқ, жазуға болмайды. Жоқ, өйткені бір бұл. Бірақ мына нәрсе, мына жерде бір бар. Мына бір бөлінген U, DU. Ол нені береді деп ойлайсыңдар? D ln U-ды береді. Интеграл D ln U бөлінген не қалады? Минус 1. Осындай қалады ғой? ln U болады. ln U болады. Ол үшін минус 1 деп бетіп жазсақ болады ғой, ешкім өзгермейді ғой. Бірдің туындысы бәрібір 0 ғой. Тең. Sonra Диана айтқандай, бұл ln U минус 1. ln U минус 1-ге тең, иә. Sonra теңдіктің сол жағы мынаған тең. Оң жағы ln x-қа тең, иә. Сол жағына ln U минус 1 тең ln C x дейсақ, ол түсінікті, иә. ln мен ln екі жағын n дәрежесіне шығарсақ сығарып кетеді. ln U минус 1 қалады, U-дің орнына y бөлінген x дейміз. Тең минус 1 тең C x болады, иә? Енің дәрежесіне шығарып. Енің дәрежесіне шығарудан бұрын минус 1 ln-нің астында емес қой? Мына жаққа плюс 1 деп өткізіп жіберген жақсы, иә? Сол кезде болады. Ажыры жоқ.
плюс b. Жоқ, ln-ға тиісті емес қой бұл. Жоқ, ln-нің астында тұрған жоқ, бөлек тұр. Бөлек. Иә. Сонда ln y бөлінген x тең cx плюс 1. Енді екі жағын не істейміз? N дәрежесіне келтірсек, y бөлінген x тең не болады? N-ның sx плюс 1 дәрежесі. cx плюс 1 дәрежесі болады. Арға y табамыз. Y тең x N-ның cx плюс 1 дәрежесіне. Бізде негізінде бұл қанша есебі тұр, не? Орна қойып. Бастапқы шарт бізде не еді? Қисық қуат айтыңдар. Y Бірге тең болғанда x бірге тең болған кезде y-ге тең. Орнына қоямыз y бірде 1 көйтілген e-нің c көйтілген 1 плюс 1 дәрежесі тең e-ге. Сондай ғой. жауабы дұрыс. Арай, сонда e-нің c плюс 1 дәрежесі тең e-нің 1 дәрежесі дейгі. Нөлге тең болсын ба? Дұрыс айтасың, c плюс 1 тең 1, c тең 0. Бұл жерде әшін сыны табу керекпіз ба? Иә, бұл жерде сыны табамыз бірінші. Енді осы 0-ды мәрге апатып қоямыз, орнына. Y тең x көйтілген e-нің 0 көйтілген x плюс 1 дәрежесі. Бұдан y тең e көйтілген x болады. Жауап осылай ма? Жоқ, бұл мүмкін. Дұрыс осылай. Y тең e x. Бұл дербес шешімі. Осы сабақ қарап Қазір. ана бетіндегі кесек жауаптар бар ма? Жоқ, жоқтар жоқ. Қараңыз алдыңыз.